Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен мясной пирогтың керемет рецептімен бөлісемін. Видеоның соңына дейін қарап, міндетті түрде менімен бірге жасап көріңіздер. Пирогымыз өте дәмді, өте жұмсақ болып шығады. Ең алдымен бір жұмыртқаны жарып алып, екінші жұмыртқаның ақ уызын жарып, сары уызын бөлек қойып қоямыз. Бұл сары уызбен кейінірек қамырымыздың бетіне жағып шығатын боламыз. Ас қасықтың жартысындай тұз қосамыз және де үстіне жылы су қосып жақсылап араластырамыз. Ерітілген сары майымызды үстіне қосып, тағы да араластырып жақсылап, үстіне ақырындап ұн қосып қамыр елейміз. Ұнды көп қоспаңыздар, себебі қамырымыз қап-қатты болып, пирогымыз қатты болып шығады. Қамырды неғұрлым жұмсақ елесеңіздер, пирог соғұрлым жұмсақ болып шығады. Сәл қолға жабысып тұрса, ештеңе етпейді, біраз ғана ұн қосып, ары қарай елей берсеңіздер болады. Енді пирогтың салмасын дайындау керек, оған дейін қамырымызды қойып қоямыз. Мен тауықтың етін қолданамын. Ет қолдансаңыздар да, сиыр етін қолдансаңыздар да өздеріңіз білесіздер. Етті, картопты, пиязды осындай 4 бұрышты етіп кесіп шығамыз. Дәміне қарай тұз бұрышын қосамыз. Қалауларыңызша приправа да қосуға болады. Ең соңында 4 ас қасық осылай май құйып, жақсылап араластырып шығамыз. Енді қамырымызды елейік. Қамырды сәл осылай ұнмен біраз елеп, 2 бөлікке бөлеміз. Бір бөлігі үлкенірек, екінші бөлігі кішірек болу керек. Сол үлкен бөлігі біздің пирогтың астыңғы бөлімі болады. Қамырды жұқа етіп жайыңыздар. Енді противенге
пергамент қағазын жайып, үстіне жаңағы қамырымызды жайып шығамыз. Үстіне салмамызды салып, тегістеп, жақсылап, шетіне шығып кетпей, осылай орта жағына қарай салыңыздар. Және екінші қамырымызды жайып, үстіне осылай қойып шығамыз. Шет жақтарын жай жабыстыра салуға да болады, бірақ мен сияқты осылай өрсеңіздер әдемі көрінеді. Ең басында алып қалған осы сары уызды қамырымыздың үстіне жағып шығамыз. Сол кезде қамырымыз өте сондай бір жылтырлап, күшті болып піседі. Іші бәрі толық пісу үшін осылай шанышқымен тесіп шығамыз. Пешімізді 180 градусқа ысытып қойып, пирогымызды 50 минутқа жібереміз. Мінекей осындай 50 минуттан кейін күшті дәмді пирог шығады.